Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Жалпы үй жануарларын төрт түлікті асырап баққан кезінде оның ішкі организмінде, оның денесінде не болып жатқанын ғылыми түрде білмей ақ оны асырай беруге, оны ары қарай өсіртіп көбейте беруге болады. Алайда егерде сіз оны ішкі организмде не болып жатқанын білетін болсаңыз ғылыми түрде, онда сіздің ол жануарға деген көзқарасыңыз да және ол жануарларға жасаған күтіміңіз де, іс-қимылыңыз да сәл басқаша болар еді деп ойлаймыз. Сондықтан да біз бүгін ешкілердің желіні туралы ғылыми түрде сіздерге айтып түсіндіретін боламыз қарапайым тілменен. Мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Олай болса біз бастаймыз. Сіз бұған дейін ешкінің желінінде сүт қалай пайда болады деп ойланып көрдіңіз бе? Иә, бұл біз үшін бір жұмбақ нәрсе сияқты болып көрінгенмен, ғылымда бұл әлде қашан ашылып, дәлелденіп, зерттеліп қойған. Егерде сіздер мүмкін ешкіні не үшін асырап отырмын деп ойланып көрдіңіз бе? Мысалға, оның мүйізі жоқ болғандықтан, не болмаса қалқиған құлағы үшін, мойны ұзын болғаны үшін, не болмаса басы кішкентай болғаны үшін емес. Шын мәнісінде ол ешкіде желіні бар болғаны үшін, ол желінен сүт шығатындығы үшін ғана біз сүтті ешкіні асырап бағып отырмыз. Олай болса, желіні туралы бізге барынша көбірек ақпарат білуіміз керек. Анығында ешкінің желіні бір-бірімен байланыспайтын екі бөлек қалташа болып есептелінеді. Екі бөлек қалташа бұл бір-бірімен ешбір байланыспайды. Оның сүт жасау процесі де екі бөлек қалташада бөлек жүзеге асырылады. Ешкінің желінін ғалымдар негізгі үш бөлікке бөліп қарастырылады. Олар негізі, денесі және түбі деп жоғарыдан төмен қарай. Яғни жоғары жағы негізі, астыңғы жағысы денесі және төменгі бөлігі ұшы оны түбі деп атайды. Жалпы қазақта да бұрыннан ешкінің желіні туралы бұрыннан өте көп ақпараттар болған. Оны қазақ ғылым ашқанға дейін ақ білген сияқты. Осы видеоның соңына дейін қарап шықсаңыз, біз қазақ халқында қалай айтылады және қалай ғылымда қалай айтылатын екеуін бір-біріне салыстырамыз. Сол кезде қазақ халқының қаншалықты төрт түлік малы туралы көп мол ғылыми ақпарат білгеніне таңғалатын боласыз. Ешкінің желінде негізінен факция болады. Факция дегеніміз бұл орган. Бұл органда қан тамырлары, нерв жүйесі, талшықтары және тамырлардан веноз, капилляр, одан бөлек бұлардың барлығын біріктіруші талшықтар болады. Ең бастысы бұл жерде біз айта кетуімізге тиістіміз, бұлар альвеолалар болады, жұлдызша тәрізді. Бұл альвеолалар негізінен сүт шығарушы, сүт жасайтын альвеолалар болады. Сүт осы альвеолалардан шығады. Сол шыққан сүт жолы арқылы сүт қалтасына келіп түседі. Осы жерде қазір қазақ халқының қаншалықты білімді болғанын қазір білетін боласыздар. Енді қараңыз, сүт қалтасына жиналған сүт төмен қарай келіп үрпісінен шығады. Біздерде қазақта оны ұшын үрпісі дейміз, ал орыстарда оны глазка дейді, оны просвет деп жаңағыда айтады. Ал негізі ғылыми тілде мына грек несінен қарастырған кезде оны скинкрор деп аталады да, ғылыми атауы. Енді бұл көз деп атаған дұрыс па, әлде үрпі деп атаған дұрыс па деген кезде, жаңа ғылыми атауына қарасақ, негізінен ол да үрпі дегенге келеді. Өйткені үрленіп барып, яғни ол сүт жинайтын қалташасы ол үрленетін болады. Қазір сүттің қалай шығатын процесін айтатын болам. Ол кезде қазақ халқының қаншалықты ғылыми түрде ешкінің желінің бұрыннан білгенін сезетін боласыздар. Яғни жаңа айттық қой, альвеолалар сүт шығарады деп. Енді ол қалай сүт шығару мүмкін, ол сүтті қайдан алады деген сұрақ туындайды. Сол кезде сіздерге түсіндіре кетейік, альвеолалар олар жұлдызша тәрізді болады. Ол жұлдызшаның айналасында қою, орысша айтқанда сгустық дейді, жаңағы қою не болады. Ал ол қою неге? Қою сұйықтыққа ол жерге негізінен қан тамырлары келеді. Яғни сүт қаннан шығады. Оны қазақта бұрыннан берген. Қазақта айтады, 62 тамыры иіп сүт шықты дейді. Мысалға сүт шықты деген кезде тамыры иіп сүт шықты дейді. Яғни сүттің қаннан алынатынын қазақ халқы бұрыннан білген. Яғни егерде оны білмесе қалай айтуы мүмкін, тамыры иіп сүт шықты деп.
Кейіннен қазіргі ғалымдар зерттеп көрген кезінде сол альвеолалардағы сол сгустықтан жаңа қою қаннан веноздар мен капиллярлар арқылы сүт келеді. 1 литр сүт алу үшін сол альвеолалардың айналасындағы қою қоршаудан 360 литр қан жүріп өту керек екен. 1 литр ғана сүт алу үшін, яғни 360 литр қаннан 1 литр сүт алады. Енді кейбір азаматтар ойлауы мүмкін, есі дұрыс па, жаңағы ешкінің размері кішкентай ғана, оның ішінен 360 литр қан шықпайды ғой деп. Жоқ, қан айналым жүйесі бұл циркуляция өсіп береді, яғни жүрекке келеді, бұдан ол жүрек қысады, қайтадан кетеді, қайтадан келеді деген сияқты. Сол бір жүрген қан қайта-қайта желінге келіп, қайта-қайта келіп, ол сүзіліп, фильтр сияқты, яғни қаннан альвеолалар сүзіп алып, сөйтіп қаннан сүт алады. Бірақ жаңағы басқа дінге қарай, жат ағымдарға қарай өтіп кеткен кейбір бауырлар осыны әлі күнге дейін мойындамаудан келеді. Өйткені дінде жаңа қан арам, сүт ондай емес деген сияқты. Ал шын мәнісінде бұл солай. Сүт қаннан алынады, бұл дәлелденген фактор. Келесі, оны қазақтар негізі мен ойлаймын бұрыннан білген деп, өйткені 62 тамыры иіп сүт шықты деген сөзден ақ білуге болады осыны. Келесі, бұл үрпісінің және желінің ұштарында ең бастысы бұл жерде басқа денесінен қарағанда, қол, аяқ, басқа жерінен қарағанда бұл жерде нерв талшықтары өте сезімтал болып келеді. Және кейіннен қазір ғалымдар оны дәлелдеп шыққан, бұл нерв талшықтары альвеолалардың жұмыс істеуіне, яғни сүт шығаруына көмектесетінін дәлелдеген. Ал оны қазақта бұрыннан айтып кеткен, оны ию дейді, иді деп айтады. Яғни малдың сүт шығаруға деген жаңағы құлшынысын арттырады. Өзі сол ұрғашы жануардың сүт шығаруға деген құлшынысын арттырып, сол иді деп айтады оны қазақта. Ең бастысы, оны басқа азаматтар, басқа ұлттың азаматтары бәрі біледі негізі июді. Ал мынаны қараңыз, мейірі қанды деген сөзді қазақтан басқа ешбір ұлт негізі қолданбайды екен. Ол да ғылымда кейіннен барып дәлелденді 20 ғасырдың аяқ кезіне қарай. Яғни малдың төлін емізу керек екен деген, яғни сиырды немесе лақты былай ыдысқа сүтті құйып қойып сүт беру керек емес, яғни оны соскамен берген әлде қайда дұрыс екен, пайдалы екен, дұрыс болатынын дәлелдеп шыққан ғалымдар. Ал оны қазақта бұрыннан айтады, мейірі қанды дейді, яғни анасы иді деп айтады, анасы сүт беретін кезде иді. Ал бұзау немесе лақ сиырды не болмаса ешкіні еміп жатқан кезде оның мейірі қанды деп айтады. Яғни емген кезінде, еміп ішкен сүтте жалпы мейірі қанып ішеді, ыдысқа құйып, бүйтіп сораптап ішкеннен қарағанда. Ары қарай жалғастырайық. Жалпы табиғатта қателік жоқ. Қателік бұл бізде, яғни адамдарда. Егер де жалпы жан жануарлардың құрылысын ары қарай зерттеп қарай беретін болсақ, таңғаларлық нәрселер өте көп. Мысалға айталық, еркек малдың тасы бөлек болады, денеден бөлек былай шығып тұрады, салбырап деген сияқты. Ол адамда да, сонда еркек малдың. Егер шындап ғалымдар зерттеп қараған кезде, мысалға айталық, жай ғана адамның өзінде ол тастағы ұрықтың, мен өзім ассимилятор болғандықтан айтып отырмын, мысалы тастағы ұрықтың температурасы 34 градус, 34-35 градус қалпында сақталады. Енді қараңыз, сол тастың қалташаның өзі жиырылып, не болса кеңейіп отырады. Ол неге байланысты болғанда, ол температураға байланысты. Егер де жаратылысынан табиғатта сол тас сыртқа емес, іште болғанда, мысалға айталық, адам температурасы 36 градус, ол ұрығы үшін ол өте ыстық болар еді. Ал жиырылған кезінде, ол тоңған кезде ол жиырылады да өзіне қажетті температураны сақтап тұрады. Ал қатты ыстылап бара жатқан кезде ол керісінше созылады дағыны, былайша айтқанда салқындау процесі басталады. Сондықтан да табиғатта қателік жоқ.
екенін бізге мойындаудан басқа амалымыз жоқ. Жалпы сүт беру процесі, жаңа желін айттыңыз ғой, сүт беру процесі 5-6 минутқа дейін созылады, ең көп дегенде. Сондықтан да ешкіні 5-6 минуттың ішінде максимум бай сауып алған дұрыс. Ию процесі 5-6 минутқа дейін созылады. Жалпы сол уақытта альвеолалар өте жақсы жұмыс істейді. Және қай уақытта сауған дұрыс деген сияқты сұрақтар қойылады. Бұл альвеолалар, сүт шығарушы альвеолалар жалпы рефлекспен жұмыс істейді. Және біріншіден рефлекспен жұмыс істейді, яғни иіген кезінде жақсы сүт шығарады біріншіден. Екіншіден уақытысында келген кезде бір уақытқа келеді, сол уақытта мысалы сағат кешке 7-де сауылатынбыз, сағат кешке 7-де рефлекс. Не болмаса белгілі бір дәнді дақыл, бір тәтті вкусняшка дейді орыстар, жаңағы жүгері, кукуруз немесе бір нәрсені сіз салған кезде соған үйренеді. Ешкінің өзі жем салған кезде соған үйренетін деген сияқты. Бұны рефлекс деп атайды. Яғни сіз оған жасанды рефлекс бересіз. Егер де ұзақ уақыт саумай қалса не болады деген. Желін жаңа айттық, альвеолалар сүт шығарады. Сауып болғаннан соң альвеолалар барынша тез-тез жұмыс жасайды. Ал қалташаға сүт жинала берген сайын альвеолалардың жұмыс істеу процесі ақырындай береді. Сондықтан да жалпы қалташасын, сүт қалташасы деп атады, сүт қалташасын көп толтырып жіберген негізі дұрыс емес, уақытында сау керек. Бұл ешкіге ауырсынуға дейін алып келуі мүмкін, өзін жайсыз сезінетін болады. Жалпы енді уыз туралы айталық. Туатын кезде уызға жетпестен бұрын оны қашыру уақытын айтайық. Жалпы жыныстық мүшесінен қарағанда желін мүшесі сәл кешіректеу дамиды. Сондықтан да жыныстық мүшесі, ұрғашы малдың жыныстық мүшесі ертеректеу дамып, ұрықты қабылдай алатын болғаннан кейін де оның желінесі әлі толық дамымаған болуы мүмкін. Сол себептен желіні 8-9 айда толықтай дамиды. Бұл ең соңғы организмі, ұрғашы малдың дамып болатын ең соңғы организмі бұл желін. Желін 8-9 айда толық дамып болады. 9 айдан кейін болды, ұрғашы шыбышты қашыра берсеңіз болады. Жалпы сухостойный период дейді, яғни сауып болғаннан кейін келесі туымға дейін, келесі лактацияға дейін оны сухостойный период жібересіз, оны саумайтын кезең. Бұл саумайтын кезеңде желін өзінен өзі тартылады. Кейіннен туыға жақындаған кезде ол желін толтырып уыз жинайды. Осы жерде айта кетерлік, кейбір ешкілерде бұл процесс толғақпен келеді. Яғни дәл оған дейін желінде бір сүт жоқ сияқты, әрі желіні толтырмаған сияқты болып тұрады. Келіп, дәл сол туатын кезде, толғақ келген кезде оның желініне альвеолалар жұмыс жасап, желінен толтырып, желін уызға толтырады. Енді бір қызық, жаңа альвеолалар жұмыс жасап деп айтып қалдым. Сүтті де, уызды да альвеолалар жасайды. Бір неден кезінде осы әлі толық ашылмаған кезде уыз бөлек болады деген сияқты түсінік болған. Жоқ, олай емес. Уыз да, сүт те бір каналдан, бір альвеолалардан шығады, яғни сүттен алынады. Уыздың олай болу себебін қазір ғалымдар поверхностно дейді, жаңа бет жағын ғана былай айтып түсіндіреді, бірақ негізі толықтай дәлелденбеген. Неге? Бірінші туымда жаңа уыз болатын. Ғалымдардың айтуы бойынша, яғни ұзақ уақыт күш жиналып барып жиналған қаннан, яғни 3 ай мысалға сауылған жоқ па, 2,5 ай сауылған жоқ па, 2,5 ай бойы жиналған қаннан алынған сүт болғандықтан ол әуелі уыз болып шығады деген сондай тұжырымдама жасаған. Ал енді ешкінің желініне қандай күтім жасау керек деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ең әуелі әрине бұл тазалық. Сауатын кезде бірінші әдемілеп жуып, тазалап алып барып сауғаныңыз дұрыс болады. Екіншіден, бір ешкіні желінінде қандай да бір болсын, сыртқы жағында қабыршықтану деген сияқты сондай пайда болатын болса, ол ешкінің желінін сүрткен
шүберекпенен басқа ешкінің желінін сүртуге болмайды ешқашан. Өйткені сол ешкілердің көбіне ешкілердің желін ауруын бір-біріне тарататын ол адамның өзі. Яғни сіз сол тряпкамен мына ешкінің желін сүртсеңіз, келесі ешкінің желінде сол тряпкамен сүртетін болсаңыз, онда сіз жұқтырдыңыз деген сөз. Сондықтан да әр ешкіні сақ болыңыз. Егер де көрдіңіз, оны жасамау керек. Келесі, арасында тұзды суменен, марганцовкамен сөйтіп желіндерін сөйтіп тазартып алуға болады. Одан бөлек желін суыққа шыдамсыз болып келеді. Әсіресе бұл жаңағы айталық оңтүстікке қарай, ыстық жаққа қарай бейімделген ешкілерді, мысалға нубийский, яғни өзі аты айтып тұрғанда Нубия, яғни ол ыстық жаққа бейімделген. Занинский ешкілерде желінін салқындатып алуға болмайды. Ол тек мысалға альпийский ешкілерде ондай көп кездестіре қоймайды. Біздер негізі занин және альпийский тұқымды ешкі ұстаймыз. Өзімнің байқағаным, альпийский ешкілерде желін салқындатып, желін мұздатып алу өте сирек болады. Яғни ол оған шыдамдырақ келеді. Келесі, желінін сауған кезде оны барынша дұрыс сауы керек. Сауған кезінде массаж жасаған тиімді, жаңағы массаж жасап барып сауған идіресіз де сол ешкіні жақсырақ сүт беруіне әсер етесіз. Кейіннен, мысалға айталық, қазақтарда айтады, емешегі езіліп сүт шықты, емешегі езіліп бара жатыр деп. Яғни емешегі езіліп бара жатыр, яғни сіз соны қолыңызбен былай езіңіз да, енді сөйтіп сүт шығаруға әрекеттесеңіз болады. Яғни өнімділік артады. Бұл біздің практикамыздан дәлелденген нәрсе. Келесі, айта кететін зат, жалпы ешкінің желіні, оның несі әу баста лаққа жаратылған, табиғатта лақ үшін жаратылған. Сондықтан да сауған кезде барынша ол бір ағаш емес, ол бір шланг емес, соны ойланып сәл нәзіктеу қимылдаған дұрыс болады. Ал жалпы лақ табиғатта сорат, ал ешкі біздер сауған кезде оны тартып шығарамыз сүтті, ал табиғатта лақ оны сүтті тартып алмайды ғой, сығып алмайды ғой, сорып алады. Сондықтан да біздер мысалға жаздың күндері сүт көбейген кезінде ешкілерді сауын аппаратымен сауамыз. Сол туралы видео шығарған болатынбыз, яғни қалай сауған дұрыс болады, қалай сауған тиімді болады деген видеоны шығарған болатынбыз, яғни аппаратпен сауған дұрыс па, әлде қолмен сауған дұрыс па деген видеоны шығарған болатынбыз. Дәл қазір экраныңызда шығып тұрған болар. Сол видеоны көріп шығуға кеңес беремін. Ал біз қоштаспаймыз, аман сау болыңыздар дейміз.